Саламатсыздар ма? Ырсак Голд компаниясының маркетинг қысқаша түсіндіріп кетейін. Бізде Ырсак Голдта тіркелу тегін. Тегін тіркелгеннен кейін, егер де бизнес бастап табыс табамын десеңіз, кабинетіңізді активация жасау керексіз. Активация дегеніміз компаниядан продукция сатып алу. Яғни активация жасаудың екі жолы бар. Біріншісі 2 балл 11 000 теңге. Плюс 1 подарка, екіншісі 4 балл 22 000 теңге, плюс 3 подарка, акция кезінде 4-5 подарка беріледі. 1 балдың құны 5500 теңге. Балл қалай есептелінеді? Мысалы, сіз тіркелдіңіз, тіркелгеннен кейін шампунь заказ бердіңіз. Компанияның әр продукциясының өзінің балы болады. Ол 1 балл деп есептелік. Бат заказ бердіңіз, оның балы 2 балл делік. Зубная паста заказ бердіңіз, оның балы 1 балл делік. Енді қараңыз, осы жерде общий 4 балға товар алып тұрсыз, суммасы 22 000 теңге деп есептелген. Сіз егер бизнес бастаймын десеңіз, 22 000 теңгемен бастағаныңыз дұрыс болады. Себебі сіз тіркеліп 4 балға заказ салған уақытта компания сізге 10% статус егерім береді. Яғни 10% статуста тұрған адам уже табыс табатын мүмкіншілігі бар. 10% статуста тұрған кезде компания сізге каждый тіркелген адамыңыз үшін 950 теңгеден төлейді. Яғни 10% болып тұрған уақытта компания сізге каждый тіркелген адамыңыз үшін 950 теңге төлейді. Мына адамдар үшін. Екіншісі 15% статус. 15% статусқа келген кезде компания сізге 1500 теңге төлейді. Енді 10%-тен 15%-ге өту үшін общий командный товар оборот жасау керек. Мысалы, мына кісі 6 балға заказ берді, мына кісі 5 балға заказ берді делге, мына кісі 5 балға заказ берсін, мына кісі 4 балға заказ берсін, мына кісі 5 балға заказ берсін. $24 балл. Мына жерге бір кісі 10 балл делік. 10 балға заказ берді делік. Енді қараңыз, осы кісілер в общем, общий 5, 10, 15, 25, 31, 34 өзіңіздің балыңызбен 38 балл. Общий командаңызбен сіз 38 балл жинап тұрсыз. Егер де 15%-ге өту үшін общий командный товар оборот 31 балл болу керек, ал сізде 38 балл. Яғни сіз 15% статусқа өстіңіз деген сөз. Енді 15%-тен 21%-ге өсесіз. Тоже өстіп, командаңыздың астындағы адамдар бар. Бұл жерде 2 адам болуы мүмкін бір кісінің астында. Мына жерде 1 адам, мына жерде 2 адам. Оның әрқайсысы әр түрлі балдарға заказ береді. Біреу 2 балл, біреу 4 балл. Осы балдар қосылып статустан өсесіз. 21%-ге шыққан уақытта компания сізге каждый тіркелген адам үшін 2100 теңге төлейді. 27%-ге шыққан уақытта компания сізге 2700 теңге төлейді. Ал 33% лидер статусына шыққанда компания сізге каждый тіркелген адам үшін 6000 теңге төлейді. Бұл бірінші табыс көзі. Ал енді екінші табыс көзін көрсетейін. Екінші табыс көзі ол сіз тұрсыз 21%-тен басталады. 21% статустан жоғары қарай кетеді. Сіз 21% статуста болған кезде каждый тіркелген адам үшін 2100 теңге аласыз. Плюс екінші табыс көзі қосылады осы уақытта. Линейный дейді. Яғни сіздің астыңыздағы адамдарды айтайын. Мынау тура астыңызда тұрған адамдар
бірінші линия. Осы кісілердің әрқайсысы өзінің кабинетінен заказ салып, соны төлеген уақытта, яғни әрқайсысы өз кабинетінен товар алып заказ берген уақытта, соның заказ берген суммасынан сіз 6% аласыз. Мына кісіден 6%, мына кісіден 6%, мына кісіден 6%, мына кісіден 6%. Осылай каждый линиядан 6% аласыз. Одан кейінгі оның астындағы тұрған адамдар бар, я, мына жерде может 2 адам, мына жерде 1 адам, мына жерде де 2 адам делге, мына кісінің астында 1 адам. Осы сіздің екінші линияңыз. Осы екінші линиядан сіз 4% аласыз әрқайсысынан. Мына кісінің астында айталық, 3 адам бар. Мына кісінің астында 1 адам, мына жерде 1 адам, мына жерде 2 адам делік. Мына жерде 1 адам, мына жерде 1 адам, мына жерде 2 адам болсын жарайды. Осы линия уже үшінші линия болады. Үшінші линиядан сіз 2% аласыз. Қараңызшы, командаңыз өскен сайын сіз стабильный доходқа ілініп кетесіз. Яғни өзіңіз адам тіркемесеңіз де, астыңыздағы командаңыздағы адамдар өздеріне заказ салып, не болмаса клиенттерінің заказын салып төлеген уақытта, сіз соның әрқайсынан процент алып отырасыз. Бұл стабильный заработная плата деген сөз. Бірінші табыс көзі ол личник, яғни сіз өзіңіз өз астыңызға тіркеген кезде әрқайсысы үшін аласыз. Екінші табыс көзі линейный. Мынау әр линиядан түсетін сізге табыс көзі линейный. Үшіншісі ол скидка дейді. Компанияда ең бірінші тіркелген уақытта компания сізге 20% несгораемый скидка береді. 10% болған уақытта сіздің 10% статусыңызға осы 20% қосылады да, сізде 30% скидка болады, 30%. Заңды болғаннан кейін, минус 2% НДС алып тастасаңыз, сізде 28% скидкаңыз болады. 10% статуста тұрғаныңызда. 15% статусқа шыққан уақытта плюс несгораемый ең алғашқы берілетін 20% скидканы қосамыз. Тең 35% скидка. Осыдан НДС алып тастаған кезде 32% скидкаңыз болады. Сіз 33% статусқа шыққан уақытта плюс 20% несгораемый статус қосылады. В общем, 53% скидкаңыз болады. НДС алып тастаған уақытта где-то 46% скидкаңыз болады. Керемет қой. Енді қараңыздар. ЛТО дейді. Личный товарооборот. ЛТО, ЛТО дегеніңіз ол сіздің ай сайын товарный компания болғаннан кейін ай сайын компаниядан товар алу керексіз. Бірақ бізде РСАК компаниясында ЛТО-ны на выбор жасап қойған. Либо сіз, мысалы 10% статуста тұрсаңыз, сіз 2 балға ай сайын товар алыңыз дейді. Болмаса, бір новичокты командаңызға әкеп тіркеңіз дейді. Осы новичок өзінің кабинетінен товар алған уақытта, активация жасағанда, сізде товар алды есеп боласыз. Яғни, қалтаңыздан ақша шығармай, командаңызды өсіріп, сол үшін, өсіргеніңіз үшін табыс табасыз, қалтаңыздан ақша шығармайсыз, және де стабильный зарплатаға шығып кетесіз. Одан кейін, мысалы, директордың өзі, директор статусындағы адам, айтайық, даже директор емес, лидер делік. Лидерде тұрған адам 5 балл личный товарооборот жасау керек дейді. Личный товар алу керек. Енді қараңыз, 5 балды көбейтесің 5500-ге. Неге? 1 балдың құны 5500 теңге. Яғни, где-то примерно логично есептей салайын, 27500 теңге шығады. Примерно. Осыдан 46% скидканы алып тастайсыз. Скидканы алып тастаған уақытта сіздікі где-то 17 000-16 000 теңгенің көлемін құрайды.
Лидер статусындағылардың минимальный зарплатасы 100 000 теңге. Компания сізге 100 000 теңге төлеп отырса, сіз 17 000, 16 000 теңгеге зубной паста, шампунь, порошок алсаңыз болады ғой. Болмаса, қалтаңыздан мүлде ақша шығаруға адам шығарыңыз келмесе, командаңызға адам тіркеңіз, командаңызды өсіріңіз, сол арқылы стабильный зарплата алып отырасыз. Біріншіден, каждый тіркеген адамыңыз үшін, екіншіден, каждый линиядағы адамдардың салған заказынан процент алып отырасыз. Үшіншіден, адам тіркесеңіз командаңыз өседі, яғни табысыңыз өседі, қалтаңыздан лишний ақша шықпайды, және де статустардан өсесіз. Осы әр адам тіркелген адамның балы қосылып статустан өсесіз. Бізде статустан өсу жеңіл. Мысалы, осы айда делік, осы айда сіз 80 балл жинадыңыз. Келесі айда 120 балл жинадыңыз да, екеуінікі қосылып 200 балл болады. Сіз уже лидер статусына шығасыз. Сондықтан статустан көтерілу жеңіл. Мысалы, командаңыздағы қазіргі тұрған 10 адам бірігіп 80 балл жинаса, өздеріне керек заттарын ғана алды делік. 80 балл жинады. Сол 10 адамыңыз келесі айда тағы да 80 балға өздеріне керек заттарын алды. Ар жағында жетпей тұрған где-то 40 балл сіз новичоктарды тіркедіңіз. Соның арқасында 40 балл жиналды да, сіз 200 баллды жинап статустан өсіп кеттіңіз. Статустан құламайсыз. Яғни, осы лидер болдыңыз ба? Бір 2-3 ай жұмыс істемей кетіп, қайтадан кеп істесеңіз, 2-3 айдан кейін сіз қайтадан сол статуста боласыз, лидер статусында. Өмірлікке беріледі. Плюс сізде 46% скидкаңыз болады. Сол командаңызбен ары қарай жалғастырасыз.